Өт қабы мен бауырдан тыс өт жолдарын 1 минутта үйреніп ал. Достар, қараймыз. Өт қабы латын тілінде визика фелия деп аталады. Оның құрылысына тоқталайық. Түбі болады, денесі болады және мойны болады. Достар, бауырдан тыс өт жолдары бізде ең бірінші бауырдан оң үлесінен және сол үлесінен шығатын түтіктер болады. Міне оң жақ үлесінен шыққан бір түтік және сол жақ үлесінен шыққан бір түтік. Екі түтік бірігіп жалпы бауыр түтігін құрайды. Енді достар, жалпы бауыр түтігі өттен шыққан дуктус цистикус немесе өт қабының түтігімен бірігіп жалпы өт түтігі дуктус халидокусты құрайды. Осы дуктус халидокустың 4 бөлігі бар. 12 келешектен жоғары тұрған бөлігін парс супрадуоденали дейміз. 12 келешектің артында жатқан бөлігін парс ретрадуоденали. Үшінші бөлігі ұйқы бездің артында орналасса, бұны біз парс ретропанкреатика, немесе ұйқы бездің тіннің ішінен өтсе